Назгүл, неге сөз түсінбейсің? Мен түсінбеймін. Өйткені менің жүрегім тек сендеуде. Мен жақында тұрмысқа шығамын. Назгүл, ал өзің бұны қалайсың ба? Сұрағыма жауап бер. Сен мені әлі де сүйесің бе? Мені әлі де сүйесің бе? Марсель, болмайды. Сүйесің бе? Я! Мен сені сүйемін. Саған естісіз ғашықпын. Бірақ болмайды. Бірақ неге болмайды? Саған бір нәрсе болғанын қаламаймын. Кешір мені. Иә, әкемнің айтуымен оған үйленуіме тура келеді. Не? Бешер бөлмеді ме? Сен не? Өлгің кеп жүр ме? Мені соғайын деген болды сіз. Көлік айдауды білмесеңіз, несіне отырдыңыз? Жүруді білмесең, несіне жолға шығарсың? Ей, сен өзі! Назгүл Махамбет? Я, нақ өзімін. Қалыңдығымды дәл осылай келістіремін деп ойламаған едім. Қалыңдығым? Наз. Танытып қояйық. Мырзабек Жандос, сенің болашақ жарың. Жоқ, сіз болмайсыз. Химиядан 4 алғанбысың? Әке, мен... Сенің хирург болғың келмей ме? Айтшы соны. Әке, менің хирург болғым келмейді. Сонда кім болғың келеді? Негізі, менің мұғалім болғым келеді. Мұғалім? Естің бе анасы? Оның мұғалім болғысы келеді екен. Біздің хирург бол дегенімізге түкіре салмақшы. Әке, ол не дегеніңіз? Жай, сіз сұраған соң... Үніңді өшір. Сенің қалауың мені қызықтырмайды. Мен не десем, соны істейсің. Шынар, қамшымда кел менің. Міне әкесі. Сені бір ұрмасам, ақылың кірмейтін секілді. Қап, біреу келді. Айым, бөлмеңе бар. Кел. Сәлеметсіз бе, мен Айымға келген едім. Сен кімсің дағы? Мен әдебиеттен беретін ағайлар боламын. Оның кітабы қалып кеткен еді. Соны беруге келдім. Маған бере салыңыз, өзім берем. Кітапты өзім берсем бола ма? Оған айтарым бар еді. Болмайды. Ертең мектепке барады, сол кезде айтасың. Қазір кетейін мен. Жақсы онда. Сау бол. Менің әлі бітпеген шаруам бар. Қамшыңызға келейік. Сау болыңыз. Айым, Сенің қолдарың қатты көгеріп тұр ғой. Сені қамшылаған ба? Мен келсем. Мен бұдан артық шыдай алмаймын. Мен арыз жазуға келдім. Арыз жазайықшы. менің қызым бөлмесін не істеп жүрсің? Айым, сен неге онымен құшақтасып тұрсың, а? Ой, сен қыздыма мен қазір... Сен не істеп жатсың менің ісіме араласуға? Қандай құқығың бар? Менің толықтай құқым бар. Ал сіздің оған қол көтеруге құқығыңыз жоқ. Ол менің қызым, онымен не істеймін деп өзім білемін. Сіз бұл ісіңіз үшін заң алдында жауапқа тартыласыз. Заң деймісің? Кім екен мені жауапқа тартатын? Сейдуллаев Мақсар, тергеуші инспектор. Сіз балаңызға зорлық-зомбылық көрсетті деген айыппен тұтқындалдыңыз. Сен осының бәрін бұқтырып жүрген. Маған айтқан рахметің осыма Шыққанда бақытты болмайсың. Кетіңдер бұларды. Болды. Енді бәрі жақсы болады. Ойындама.